Ассалаумағалейкум, барша автосүйер қауым. Бүгін бізде BMW E39 кузовы. Бұл жайлы айта кететін болсақ, 2001 жылы рестайлинг, 2.8 Bivanus. Осындай керемет дизайнымен. Ә, 16 баллон. Осындай сұр цветті салон. Салонда осындай сұр цветтен келген кожаный салон. Оталдырайық. Дауысы өте әсерлі, басқа машиналарға қарағанда. Өзіме қатты ұнайды осы BMW. Басқа BMW-ларға қарағанда өте ыңғайлы. Салоны қатты үлкен емес, кузов ыңғайлы, қала ішінде де, трассада да. Қазір мотор жағып жүріп кетейін. Моторға келетін болсақ, 2.8 Bivanus дегеніміз 2 балансты моторы, 2.8 қозғалтқышпен, Tiptronic автомат. Осындай керемет өзінің ерекшелігі ангел газдармен. Өте керемет сән үлгісі бар. Айта кететін болсақ. Бұл BMW-лер айтатын болсақ. Көбісі BMW автокөлігінен қашады, капризін деп. Жоқ, ондай емес бұл. Айдап жүргенім жарты жылдан аса уақыт болды. Ешқандай бір айтарлықтай бір не көрген болсын, проблемалар. Майсуын ауыстырып, тек қана резина деп жүріп атқан жайымыз бар. Ешқандай қорықпай алсаңыздар болады. Өз кеңесін беремін. Артқы тұста осылай өте көзге әдемі, жағымды көрінеді. Сұр цветті, темно-серый дейді ғой. Цветі. Қазіргі таңда болған жаңа үлгіде осындай Android салдық. Android'қа задний видео камера, камерамыз жаңа көлік жуғаннан кейін сәл дұрыс істеңгіремей тұр. Бізде осындай Tiptronic автоматты, жүрісін көрсетемін сіздерге. Өте керемет тартысы, жүрісі, комфорты. Қала ішінде де, трассаға шықсаңыз да өте жүріс ыңғайлы, керемет машина.